Арам маймыл. Баяғыда бір түйе болыпты. Ол бұда басын шалып жеп, ағаш жапырағын сыдырып жеп, бірде ойда, бірде қырда кезіп жүр екен. Күндердің бірінде маймылдар жасап жатқан орманға келіпті. Ол әдеті бойынша ағаш жапырағын сыдырып жеп, ағаш біткенді сидалай бастапты. Ағаш басында секіріп жүрген маймылдар түйеге таңырқай қарасыпты. Маймылдардың арасынан біреуі: «Ой досым, сен біздің жесек азық, жатсақ жамылғы, отырсақ төсеніш болатын жапырағымызды қидай сыпырып, орманымызды жалаңаштауың қалай?» депті. Маймыл досым, сен білмейсің ғой, мен бір рет тоя жеп, шөлімді қандырсам, 40 күн аштық пен шөлге шыдаймын. Биыл ағаш басы саяу болғанмен, келер жылы қайта көктеп жапырақ жайып мәуелейді, деп жапыраққа тойған түйе маң-маң басып кете беріпті. Жыл айланып, жапыраққа дәндеген түйе жаз күндердің бірінде маймылдардың орманына қайта келсе, ағаш жапырақтары төгіліп, маймылдар ағаштан ағашқа секіріп, мәз майрам болып жүріпті. Баяғыдағы маймыл түйеге: «Досым, аман келдің бе? Сен расында керемет екенсің. Жазымыз жадырап, көңілді өтіп жатырмыз. Бұдан бұлай екеуміз дос болайық», деп маймыл мен түйе араларынан қыл өтпейтін дос болыпты. Олар бір көлдің жағасын мекендеп, тұрмыстарын жақсы өткізіп, достық барыс келісті нығайта түсіпті. Бір жылы құрғақшылық жүріп, жан-жануарларға ауыр апат әкеліпті. Маймыл өз қамын ойлап, түйені өлтіріп, азық ету арам ойына келіпті. «Екеуміз аштан өлеміз бе? Басқа жануарлар апаттың алдын алып, азық жинап, қамданып жатыр. Біз бақшаға барып, алма жейіп алайық», деп түйені бақшаға ертіп барыпты. Түйе алмаға тойып алып, керіліп тұрғанда бағбан келіп қалады. Осы кезде залым маймыл ағаштан ағашқа секіріп құтылып кетеді. Бағбан түйені ұстап алып, өлімшетіп сабап, көғала қойдай қылады. Маймылдың өзіне қас ойлағанын сезген түйе: «Бұл арадан кетейік, өйтпегенде бағбан екеумізді де өлтіреді. Өзеннен өтіп, арғы жақ жағаны мекен етіп, тіршілік көрейік», депті. Сонда ақмақ маймыл түйеге секіріп мініп алыпты. Түйе өзеннен өтіп келе жатып, шөге қалғанда, маймыл суға ағып кетіпті. Сөйтіп, біреуге ор қазсаң, өзің түсесің дегендей, түйеге қастық ойлаған маймыл өзін өзі жойымен тынады екен.